Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Менің қолымда Өтей бойдақ Тілеуқабылұлының кітабы бар. Бұл енді ғылыми кітап. Менің айтпағым, бұл енді кезінде Қытайда да болған, Қазақстанда да шыққан кезінде Жәңгір ханның қолдауымен көптеген халық емдерін жазып кеткен. Бірақ менің қолымда кітаптың авторы белгісіз, бірақ мен көптеген біздің өзімде кейбір жағдайлар болса, шөптерді қайнатып ішемін деген сияқты. Мысалы, жыланның жаңағы қабығын алып емге пайдаланады. Сондай пайдалы ем түрлері жайында алдағы уақытта блог жүргізбекпін. Егер сіздерде қандай да бір проблемалар туындап жатса, я болмаса халық еміне қатысты сұрақтарыңыз болып жатса, маған жазыңыздар. Мен сол туралы арнайы видео түсірем деген ниеттемін. Алдағы уақытта осы, мысалы, мына жерде анық жазылған, бұл ғылыми кітап емес, жеңіл, пайдалану жолы, неге зиян, неге пайдасы бар деген сияқты. Бұл 94 жылғы кітап қой, енді бұл осы бізге жеткен осы. Мен енді атам қолданған, одан папам маған енді қалған дегендей. Сол, алдағы уақытта блог жүргіземін. Барлық сұрақтарыңызды жазыңыздар.